Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін бризольдің ең оңай жасалу түрін жасаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм фарш, 5 жұмыртқа, 1 пияз, 2 столовая ложка ұн және специя керек. Специяға тұз, бұрыш, паприка барлығын араластырып салып аламыз. Бұл бризольдің жасалу ерекшелігінде бізде жеке барлығын лепешка қылдырып жайып шығудың қажеті жоқ. Барлығын жеке жұмыртқаға аунатудың да бізге қажеті болмайды. Біз қазір ең оңай жолын жасаймыз. Міне біз пиязды теркадан өткізіп алдық. Енді оны фаршпен бірге қосып араластырып аламыз. Пияздан кейін специяларды да бірге қосып салып араластырып жібереміз. Жақсылап бәрін мұжып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Бұл бризольдің жасалу жолындағы фишка да осы. Біз жұмыртқаны бірден ішіне қосып жібереміз. Жеке емес, бірден ішіне салып жібересіздер. Жақсылап бәрін араластырамыз. Миксер болса миксермен араластырыңыздар, болмаса қолмен жақсылап мұжып алуға да болады. Міне менде осындай сұйық микстура шықты. Егер де сіздердікі сұйық болмай қалған болса, жарты стакан сүт қосып жіберулеріңізге болады. Өйткені фарш бізге сұйық болып тұру керек, как блинчики құйып жасаймыз. Енді начинкасына кірісеміз. Начинкаға бізге үлкен бір қияр және 2 кішкентай помидор немесе 1 үлкен помидорды аласыздар. Майонез және чеснок. Чеснокты чеснокодавилкадан өткізіп аламыз. Майонезбен екеуін жақсылап араластырып, қияр мен помидорды жіңішке қылдырып турап аласыз, немесе ұсақтап, көбектеп турап алсаңыз да болады. Енді ол сіздің өз қалауыңыз бойынша. Енді майымызды қыздырып, бризольдарымызды жасауға кірісеміз. Біраз ғана майды құйып, қыздырып алғаннан кейін, жаңағы сұйық болып шыққан фаршымызды құйып бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз оны блинчик секілді етіп, жайып пісіреміз. Бұлай қолмен жайдың негізі қажеті жоқ, деп лопаткамен ақырындап өздеріңізге ыңғайлы болатындай етіп жайып алыңыздар. Одан кейін фарштың бетін жауып, крышканың астында ақырын отта 4-5 минутқа дейін қуырып аламыз. Байқап тұрсаңыздар, фарштың уже беткі жағда барлығда толық піскен. Аударып аламын десеңіздер, аударуларыңызға болады. Жалпы аудармай-ақ сразу табадан алып жасай беруге болады. Мен келесі бетін аударып пісірген жоқпын, өйткені ол крышканың астында, онсыз да толықтай пісіп қалды. Сол үшін мен тек қана бір жағын ғана пісіріп, сразу начинкасына кірістім. Начинкасын өз қалауларыңызша фантазировать етсеңіздер де болады. Ішіне не салғыңыз келеді, соны сала беріңіздер. Міне осымен біздің ең оңай жасалатын бризоліміз дайын. Ас болсын барлығыңызға.